Так, бастайық. Надеюсь, дауысым жақсы естіліп тұр. Аффирмация адамды тек дисциплинаға ғана үйретеді, тәртіпке ғана үйретеді, а так жұмыс істемейді. Неге? Мысалы, біз күн сайын қартайып жатырмыз. Күн сайын біз тек қартаямыз. Айнаға қарап, мен күн сайын жасарып жатырмын, күн сайын сұлу болып бара жатырмын деп айтқаннан ешқандай пайда жоқ. Егер сол аффирмация айтуға құртқан уақытты бетке массаж жасауға құртсақ, сол пайдалырақ болады. Немесе айнаға қарап күн сайын менің табысым өсіп жатыр, мен ай сайын миллиондап ақша тауып жатырмын деген сияқты әңгімелер айтқаннан көрі сол уақытты жұмыс істеуге құртсаң пайдалырақ. Немесе бір қабілет үйренуге құртсаң. Өйткені егер күн сайын мысалы барып дүкеннен қарызға зат алатын болсаң, кредит алатын болсаң, кәсіпкерлікке зат алатын болсаң и аффирмация айтатын болсаң, бұл жұмыс істемейді. Жалпы аффирмация мүлдем жұмыс істемейді. Мен ойлағам, аффирмация деген әңгіме баяғыда жабылды деп, өйткені сол 2021 ма, сол 2020-да ма пайда болды ғой, ұмытып қалдым қай жылдар екені. Бәрі сол аффирмация дегенге көшіп кетті. Оның жұмыс істемейтін адамдардың көзі жетті деп ойласам, әлі де даже шетелдік блогерлерде аффирмация айтатындар, аффирмация айтуды үйрететіндер бар екен. Шын мәнісінде ол жұмыс істемейді. Тек неге дисциплинаға үйретеді? Өйткені күн сайын белгілі бір уақытта тұрып белгілі бір іс-әрекетті жасайсың. Бұл тәртіпті талап етеді. Тек пайдасы сол тәртіпке ғана үйрету болды. Басқа мүлдем пайдасы жоқ. Қолым талып кетті, кажется, машина келіп отыр ма? Қолым талып кетті. Мен негізі ұйқым келіп, кішкене далада жүре тұрайын деп шыққам. Шаршап кеттім, кішкене дала еще жел болып тұр, күн деген шақшиып тұр. Еще машина келіп отыр екен. Все, давайте. Хотя бы 3 минут болсыншы. Қазір 46, 47. Пока что мен передний камерамен жазып жүрмін, өйткені өзімді көріп тұрмасам сөйлей алмайды екенмін. Скоро үйренем.